Сәлем қыздар, кешкі асқа қандай тағам дайындайтындарыңызды ойланып отырсаңыздар, онда менің ютубыма қош келдіңіздер. Котлетті духовкада жасадым, соусымен өте тәтті, жұмсақ болып шықты. Ал кеттік. Ең алдымен нанымызға сүт құйып, әбден малып, езіп алатын боламыз. Қойып, қалған затымызды кірсеміз, яғни пиязымызды ұсақтап турап, әбден ұсақ болу қажет. Пиязымыздың үстіне тұз, қара бұрыш, специяларымызды қосып, қолымызбен әбден езіп алатын боламыз. Картоплымызды теркадан өткізіп алып, бір шетке қойып қоямыз. Одан бөлек фаршымызға бір қызанағымызды қосып, қалған картоппен пиязымызды қосып, оның үстіне сүтке малған нанымызды қосып, әбден араластырып алатын боламыз. Араластырып болған соң, қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды қосып, қолымызбен әбден араластырамыз. Оның үстіне бір жұмыртқамызды қосып, әбден қолымызбен мұжып, батырып алатын боламыз. Фаршымыз дайын болды. Енді панировочный сухарийімізға фаршымызды дөңгелетіп, аунатып алатын боламыз. Сіздер ұн қолдансаңыздар да болады. Осылай аунатып, противнімізға әдемілеп, дөңгелек қылып қойып шығамыз. Сіздер де мен сияқты жасап көріңіздер, байқасаңыздар, қолыңызға жабыспайды. Өте ыңғайлы фарш болып шықты. Енді дайын болды. Соусымызға кірсеміз. Ол үшін бір қасық қаймағымызға, бір қасық майонезімізді және де томатный соусымызды қосып, оның үстіне қара бұрыш, қызыл бұрыш, тұзымызды қосып, сәл сұйықтау болу үшін бір қасық ұнымызды қосып, әбден араластырып, оның үстіне қайнаған суымызды қосып, араластырып аламыз. Соусымыз де дайын болды. Енді котлетіміздің үстіне қойып алып, фольгамен жауып, 170 градуста 45 минут пісіріп аламыз. Сіздерге менің рецептім ұнаса, колоколды басып, лайк, коммент жазып отырыңыздар. Бұдан да басқа тәтті тағамдарымды көре аласыздар. Ас болсын, Жаңыл Үсенқызы.